Ассалаумағалейкум. Қасым-Жомарт Кемелұлы. Мен Асылбек Әуелбекұлы Бабаш. Сізге айтар датым бар. Мынау 28-ші жолдауым сізге. Бірінші мәселе қымбатшылықты тоқтату мәселесі бойынша. Екінші келе жатқан мынау жұттың алдын алу мәселесі бойынша. Үшінші бюджетке нақтылай қаржы түсіру мәселесі бойынша. Бұл үш мәселеде төтенше жағдайдың алдын алу болып табылады. Осы мәселелер бойынша мен май айының 15-нен бастап депутаттарға кірдім. Үкіметке кірдім, лауазымды тұлғаларға. Бірақ ешқандай қорытынды шықпады ол жүргенімнен. Сондықтан сізге осылай жолдау айтуыма, дат айтуыма мәжбүр болып отырмын. Бірінші, май айының 15-не маған ауылдан, елден ролик келді, видео ролик. Ол жерде үш сиыр жерде жатыр. Менің жиендерім тұрады ауылда, 30-40 сиырлары бар, шаруа қожалығын ашқан. Таңертең малдарын айда жіберсе, кешке үш сиыр келмей қалады ғой. Ертеңіне іздеп барса, ол жерде жатыр, сиыр тұра алмайды орында. Терісі сүйегіне жабысып арық жұттың алды ғой бұл енді. Бұған мен ешкімді кінәлаған жоқпын. Әкімді, мысалы облыстың әкімін, құрғақшылық, бір тамшы жауын жауған жоқ биыл бүкіл Сырдарияның бойына. Сондықтан сол үш сиырдың жағдайын көріп, биыл малдың бәрі қырылатын болды деп, өйткені шөптің бағасы ол кезде 1200 теңге ғой. Бір престің құны 15-16 килограмм тұратын бір престің құны. Шөп жоқ, азық жоқ, жем жоқ малға. Соның бәрі қырылады деп, жұттың алдын алу мәселесі бойынша депутаттарға бардым ғой. Бірінші, танысым, бұрыннан білетін Ермат Бафи бардым. Ол кісі ауруханада жатыр екен, мені қабылдап, ауруханада әңгімелесіп, осы жұттың алдын алу мәселесі бойынша ұсыныстарымды айтып едім. Ол кісі маған үкіметтің басшысының орынбасары Жұманғарин мырзаға жазылып баруымды ұсыныс жасады. Сөйтіп сол жерден 16-шы кіреберістен арыздарымды тастап қайттым ғой мен. Бірінші, бұл төтенше жағдайдың алдын алу болғандықтан Каринге жаздым, елдің қауіпсіздігінің басшысы. Онан кейін Жұманғаринге жаздым, арызды қабылдаңыз деп. Ол кісі ауыл шаруашылығының курьер ететін орынбасар екен. Үшінші, онан кейін төтенше жағдайдың төрағасы Бозымбаев мырзаға 3 адамға арыз тастадым. Енді қолдар тимесе, біреуің болмаса, біреу қалдылар деген ниетпен. Сөйтіп, жаңағы 15-18 күн жұмыс уақытысында қаралады екен, ешкім хабарласқан жоқ. Онан кейін қайтып бардым ғой мен Астанаға. Барса, мына дұрыс жазылмаған арыз дейді, 16-шы кіреберістен жаз деген маған басында. Сол жердегі анау милиция қызметкерлері ғой, қаяқтан жазам дегенімде. Сөйтсем, бұл арызды мен мынау Аманат партиясының қабылдау үйінен жазуым керек екен. Ол Кеңесары 45 деген үйде. Сөйтіп, екінші рет қайтадан арыз тастап, сол жерде тастағаннан кейін, екінші рет барғаннан кейін Анас Баққожаев деген жігітпен мәжіліс депутатымен сөйлесіп, осы жағдайларды айтып, ол кісі енді мені Жамбыл қаласында кездестік ол кісімен, Шымкентке келген екен, каникулға шықпаған кезі. Онан кейін екінші рет барғанымда Нұртай Сабильянов деген депутатқа кірдім. Елдос Бейсенбаев деген азаматқа кірдім депутатқа. Онан кейін Болат Бақбергенұлы деген депутатқа, 5 депутатқа кірдім ғой. Бірақ бұлардың бәрі маған ұсыныс жасады. Біреу айтты ауыл шаруашылығына бар деді, біреу төтенше жағдайдың төрағасына бар деді. Бұның бәрі төтенше жағдайдың алдын алу болып табылады. Сонымен үшінші барғанымда 15 күн жүрдім ғой мен Астанада. Еділ Жаңбыршин деген азаматтың қабылдауына жазылдым помощник арқылы.
15 күннің ішінде қол тимеді ол кісінің. Асхат Аймағамбетовтің де қол тимеді. Ұласбек Сәдібековтің де қол тимеді. Жигули Дайрабайдың да қол тимеді ғой. Ешқайсысы қабылдамайды. Помощниктерінен астынан звондаймын. Осы жағдайдың бәрін айттым помощниктеріне, айтуға мәжбүр болдым. Содан кейін күнделікті звондаймын, олар телефондарды алмайды. Астынан қабылдау үйінен звондасаң, мен ана денсаулық сақтау министрлігінің астынан звондадым. Білім министрлігінің астынан барып звондасам алады. Қол тимейді дейді. Күніге жиналыс, бітпейтін жиналыс, бұл депутаттардың бәрі шаршап жүр екен ғой негізі. Оның қосымша Серік Егізбаев деген депутатқа жазылдым, ауыл партиясының төрағасы. Ол кісі 2 айдан кейін қабылдайтын болды. Бақытжан Базарбековке жазылдым, ол да 2 айдан кейін қабылдайтын болды. Мақсат Толықбай енді гриповат етіп жүр екен. Ринат Зайтов деген ол қашты менен. Ол жеке телефонда тапты мен, осы жерде бір ақын жігіттер арқылы алмайды телефонды. Ол кісінің помощнигі ешқандай қол тимейді деді ғой Ринаттың да. Соңынан Қошанов Ерлан Жақанұлына шықтым ғой. 46001 деген телефонды сол жерден біреулерден сұрадым енді. Сөйтіп Айбек, Рүстем деген 2 советнигі бар екен, соны Рүстем деген жігітпен сөйлесіп, бір 2 сағаттан кейін жолайық деді. 2 сағатқа жетпей, жаңа қабылдау үйінен звондағам ол жігітке. Ана жерде істейтін қыздар шықты ғой, айқаймен шықты ғой. Мынау 46001 деген телефонды кімнен алдың? Бұл секретный телефон ғой, құпия телефон. КНБ шақырамыз деді ол жерден. Совет безопасности жаңағы сөздегі қауіпсіздікті қадағалайтын бар адамдар бар екен сөзде, милициялар, соларды шақырамыз деді. Маған қаяқтан алдым мына телефон дейді. Мен шындығын айтқанда пәленбай депутатқа звондап, мен соны кімнен алғанымды ұмытып қалғам ғой. Мен айтамын ғой, қазір дамыған, мен сот күннен звондап табыңдар кім айтқан. Жоқ, сол адамды айтасың дейді. Наказать етпекші ғой мына телефонды берген үшін. Сөйтіп Рүстем деген советник мынау Қошановтың. Енді мен ол жерден қашуға мәжбүр болдым ғой. Сөзде отқан басқа кісілер айтты, мына жерден кетпесеңіз қазір проблема болады сіз деді ғой. Сөйтіп депутаттардан қаштым Қасым-Жомарт Кемелұлына. Анау кірген депутаттарым ұсыныс берумен ғана шектелді. Олар мені ертіп барамайды деген ғой ешкімге. Енді үкімет басшыларынан Ерлан Карин мырзаның адамдарын Шымкентте КНБ-лар шақырды мені. Онан кейін Жұманғарин мырза қабылдады, онан кейін Бозымбаев мырза қабылдады ғой мені. Оның қабылдағандарын, үкіметтің қабылдағандарын кейінгі роликте айтармын. Енді депутаттар туралы. Мен негізгі мақсатым, барған мақсатым осы 2 қаңтар болып кетпесін деп жүрген азаматпын мен. Бұл қасірет әкелетінін білем қазақ еліне. 1 қаңтарда қандай болды жағдай? Қасірет болды ғой. Әуелі Құдай, 2 Қасым-Жомарт Кемелұлы, сіздің арқаңызда мынау елдігіміз сақтап қалдық. Кетіп қалған жоқсыз 1. Адамдар қайтыс болса, Алла жатқан жерлерін жайлығысын, атылуы керек болды ғой. Егер сол бүлікшілер Алматыда басып алып жатқанда не болатын еді ары қарай? Ол қасірет болатын еді қазақ еліне. Өйткені бұл жерде үлкен ұйымдасқан, шетелдің азаматтарымен ұйымдасқан үлкен мәселе бар еді. Ол мәселе мынау РСФСР-дің кезінде, Союздың кезінде Ұйғырстан деген мемлекет біздің 16-шы республика болғаны рас. 44-ші жыл мен 49-ші жылдың арасында, 49-ші жылы олар Ұйғырстанды, Ұйғыр СССР-ін олар Шығыс Түркістан Республикасы деп атады. Сол атаған күннен бастап оны Сталин мырза Қытайларға беріп жіберді ғой, 16-шы республиканы. Сол елге барған Қытай мемлекетінің ішіндегі Шығыс Түркістан Республикасында қазір 12,5 миллион ұйғыр бар. Солардың қолында Ұйғыр державасы деген кітап бар. Ол кітап біздің қазақтың баспасынан шыққан кітап. 2000 жылы бұл кітап өте үлкен айқай болған уақытында Шерхан Мұртаза ағамыз
Амангелді Айталы ағамыз, Әбіш Кекілбаев бар, Мұхтар Шаханов бар. Өте үлкен айқай болған. Ол кезде ақпарат министрі Құлмұхаммед деген жігіт Мұхтар. Сөйтіп осы жабыл қазан күйінше қалдырған сол кезде. Бірақ бұл кітаптың күші жойылған жоқ. Ол кітапта біздің Балқашқа дейін жердің бәрі сол ұйғыр азаматтарының жері болып табылады. 3 томдық кітап. Енді бұл жерде айтайын дегенім, кеше қаңтар оқиғасында егер сіз кетіп қалғанда, егер адамдар қылмағанда, сол 12,5 миллион ұйғырды мынау Қытай мемлекеті бізге қуып тығатын еді ғой. Өйткені босқындар туралы заңға қол қойғанымыз рас, біздің елдің басшысы қол қойған Нұрсұлтан Әбішұлы. Біз оларды атуға ешқандай құқымыз жоқ. Олар, тем более олар жаңағы ұйғыр держава елімізге келетіміз деп келеді ғой. Көк байрағымыз құлайтын еді ғой Қасым-Жомарт Кемелұлы, сіз кетіп қалғаныңызда. Сондықтан мен сізді құрметтеймін. Жұрттар айта береді. Тоқтар Аубакіров мырза сізді құрметтеді уақытында. Академик Асқар Жұмаділдаев құрметтеді, мен де құрметтеймін сізді. Кетіп қалмағаны үшін. Қасым-Жомарт Кемелұлы осы 30 өркениетті елдің құрамына кіру үшін 1 қадам жасау керек болса, 30 қадам жасау керек болатын болса, соның бірінші қадамы болсын. Осы сіздің өзіңіз тағайындаған 5 сенаторыңыз бар ғой, соның біреуіне тапсырма беріп, тарихшыларды қасына қосып, осы кітаптың күшін жою керек. Өйткені ол кітаптың авторы Қасым Масими деген азамат. Ол Масимовтың туысы. Қасым Масимов ұйғыр азаматы. Бізде КНБ-да істеген азамат. Қазір отставкадегі ғой енді. Бар ма жоқ па, бір Алла біледі оны. Ал Масимов қазақ. Қандай қазақ екенін біле беріңіздер осыдан ақ. Авторы осы кісі. Кешегі қаңтардың ұйымдастырушыларының бірі Масимовтың болған. Масимов бостандыққа сотталған жоқ. Оны сіз уақытында дер кезінде көрдіңіз, көзіңіз жетті. Тағы да қайталап айтамын. Алла Құдай, бірінші, екінші өзіңіз елдігімізді сақтап қалдыңыз. Осы кітаптың бірінші, осы 30 өркениетті ел болу үшін 1 қадам жасасаңыз, бірінші қадам осы кітаптың күшін жоюға тапсырма берсеңіз, ертең жаңа жылға дейін жойып тастасын да күшін. Сөйтіп, бұған арызды мына біздің депутатымыз бар ғой, қазір ұйғыр азаматы. Сол азамат арыз жазсын, мына кітаптың күшін жойсын сол кісі. Уақытында ұйғыр державасы болған қазақ елінде 840 жыл ма 100 жыл билеген осы жерде. Мысалы, Қоқан хандығы да билеген. Біздің бабаларымыз анау Египетті барып билеген. Мысалы, біз айтпаймыз ғой қазір Египетке барып, біздің бабаларымыз билеген, біздің жеріміз бар мына жерде деп. Кітап жазбаймыз ондай. Сондықтан бұл ұйғыр халқы үлкен қателікке басырып отыр. Соны мына кітаптың күшін жою керек. Қасым-Жомарт Кемелұлы бірінші. Ұсынысым. Екінші ұсынысым, мынау депутаттарға деген менің көзқарасым. Күдер үздім депутаттардан. Үкіметтен де. 3 рет бардым, 15 күн жүрдім соңғы барғанымда. Қабылдайтын депутат жоқ. Осылардың айлығын өзіңіз уақытында жұрттан кем болмасын, жалтақтамасын. Үкіметте, депутаттарда ел қатар ақшасын берейік деп, қазір бір депутатқа 25 миллион теңге ақша шығынғылады екенбіз ғой біз. 1,5 миллион айлығы бар екен. Оның жүріп тұрғаны бар, басқа тірліктері бар. Осы ұсыныс, мынандай ұсыныс қой менде. Айлығын қысқарту керек Қасым. Сіз де өкпелесеңіз осы депутаттарға. Үкіметке де сіз де өкпелесеңіз, қымбатшылық болып жатыр, жұрт келе жатыр, бюджетте ақша жоқ. Өкпелеп сізде мына қысқартып тастаңыз айлықтарын. 85 мың теңге ең төменгі айлық. Депутаттар сонымен күн көруге болады деп отыр. Телевизордан көрсетіп жатыр. Үкімет те айтып жатыр оны. Сол 85 мың теңгені 5 есе қылып берейік соған. 425 мың теңгемен отырсын да бұлар. Айлығын қысқартып тастаңыз Қасым-Жомарт Кемелұлы. Бұлар жұмыс істемейді екен. Бірақ жұмыс істемейтін жұрттың бәрі айтып жатыр ғой қазір. Мен үміттеніп барып едім бірақ.
Өтініш. Енді Қасым-Жомарт Кемелұлы қаңтар 2 болуына мынандай себептер бар, негізгі себептер. Бірінші, қымбатшылық. Біздің ауыл шаруашылығы уақытысында 33 ВВП-ның ішкі жалпы өнімнің 33-35%-ын берген. Азық түлік дейді ғой, ас ауқаты бар. Қазір сол 4% екен ғой, ол да өтірік шығар. 3-7 ма бір нәрсе деп жатыр. Жоқ деген сөз ғой. Отандық өнім деген атымен жоқ қазір бізде. Мынау Қытайларға есікті айқара ашып тастадық. Бұрын мынау көтерме саудамен біздің адамдар барып әкеліп сауда жасап жүрді. Қазір өздері кіріп алды ғой, базардың бәрінде отыр қазір көтерме сауда. Біздің адамдардың бәрі солардың сатушысы қазір. Отандық өнімнің бәрін жоқ қылып атқан осылар, бірінші. Беларустар, бұлар да әкелерді өздері таратып атыр, өздері сатқызып атыр қазір. Орыстар одан қаса, бұрыннан келе жатқан олар өздерінің кәсіптерін игеріп атыр. Біздің үкімет соның бәрін мынау инвесторге батыр деп есептеп отыр ғой олар. Ешқандай өнім жоқ отандық. Бұлар алып сатарлар. Біздің қазақстандық отандық өнімнің бәрін өшіріп тастады ғой бұлар. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жақсы сөзі бар. Егер біз 80% азық-түлікті, ас-ауқатты өзіміз өндірмесек, онда біз тәуелсіз мемлекет болып табылмаймыз деп еді уақытысында. Қазір 80% не? Қазір 20% өндіріп атқан жоқпыз біз. Азық-түлік мәселесі бойынша. Қасіретті болады Қасым-Жомарт Кемелұлы. Қымбатшылық. Тарығып қалды халық. Қарананға қамалып қалды. Екінші мәселе, 80% халық кредиттеді оны. Үкімет жаңағы депутаттарымыз айтып отыр ғой қазір. 90% жұмыс істеушілердің 90% дейді. Ішкі қарызымыз 37 триллион екен, оның 23 триллионы тұтынушылар алған екен ғой. Қарапайым қазақ халқымыз алып отыр ғой. 23 триллионы. Мысалы, 20 миллионның 80% 16 миллион халық болса, 16 миллионға бөлсеңіз, мына 23 триллионды. 1 миллион 400 мыңнан 16 миллион халық қарыз екен ғой қазір. Банкке. Сыртқы қарызымыз тағы бар. 167 миллиард па доллар. Оны 20 миллион халыққа бөлсеңіз, ол да 8 мың доллардан келеді екен. 8 мың доллар дегеніңіз қазір 4 миллион теңгеден бесіктегі балаға дейін қарызбыз ғой. Міне үкімет жұмыс істеп жатқан жоқ Қасым-Жомарт Кемелұлы. Қаңтарға себептің бірі осы. Үшінші себебі бар қаңтарға. Қаңтар болып кетудің. 80% халықтың адамдық құқысы жоқ Қасым-Жомарт Кемелұлы. Адамдық. Қалай түсіндірсем сізге. Жұмысшылардың құқысы жоқ жұмыс берушінің алдында 1 тиын. 1 грамм. Кет дейді кетеді, кел десе келеді. Ешкім қорғамайды оларды. Мысалы, мектептің мұғалімдерінің құқысы жоқ директордың алдында. Ротациямен айналып келіп алады директор 5 жыл сайын ауысып. Сол мұғалімдерді қуып жібереді қалай осылай. Ешқандай қорғала алмайды. Дәрігерлер де сондай. Дәрігерлер бірақ анау қазір жекеменшік медцентрларға барып отыр ғой, бас істейтіндері. Бас істемейтіндері отыр ғой, қазір адамдарды өлтіріп отыр ғой. Бұл да қасіреттің бір түрі. Онан кейін мынау мемлекеттік қызметте милициялар бар ғой мынау. Ішкі істер министрлігі. Милиция қызметкерлерінің құқысы жоқ ешқандай. Командир взводтың алдында. Командир отделениенің алдында, командир рота, командир батальонның алдында ешқандай қызметкерлердің құқысы жоқ жердің. Қалай болса солай қуып жібереді. Ол прокуратураның ішінде де, қазір ойбайлап жатыр ғой оларда да. Басшылардың құқысы бар, қатардағы қызметкерлердің ешқайсының құқысы жоқ. Бұл деген сөз жүйе шіріген жүйеде бос қайтып жатқан жоқ халық. Адамдық құқысы жоқ.
80% халықтың. Қасым-Жомарт Кемелұлы қаңтар оқиғасы болмасын біздің қазақ елінде. Қасірет болады. 5.000 адам шыққанға бүрісіп қалдық өткенде. Ертең 50.000, 100.000 адам шықса не болады? Қасым-Жомарт Кемелұлы, сіздің әділетті Қазақстаныңыздың исі де жоқ қазір. 6 жыл болды айтып атқаныңызға. Иван Саур деген азамат бар, адам ұлы. Агрофирма Родинаның президенті. Переизбыток несправедливости деді ғой. Дәл қазіргі заманда. Ол деген сөз әділеттілік жоқ деген сөз, түбімен жоқ деген сөз. Жаңа Қазақстан туралы Асқар Жұмаділдаев деген академиктің айтқан сөзі бар. Айтылған сөз бен атқарылған жұмыстың үйлесуі деп. Мына үкімет сізге қарсы жұмыс істеп отыр, үйлестіріп атқан жоқ бұлар. Бұлар жұмыс істеп атқан жоқ ешқайсысы. Сонан кейін ғой мынау жаңа қымбатшылықтың бәрі болып атқан. Бюджетте ақшаның жоқтығы. Жыртығы апандай болып өткен ғой бюджеттің. 4 триллион 300 миллиард деді ме қазір? Қасым-Жомарт Кемелұлы, сыртқы саясатыңызда үлкен жұмыс атқарып жатсыз. Әлемдік деңгейдегі дипломатсыз. Теңдесі жоқ мен үшін. Мен сізді солай бағалаймын. Енді әлемдік саясатқа ықпалыңыз бар президентсіз. Кеше Америкаға барып жатсыз. Бір заттарын сәл қымбаттау алған шығарсыз. Бірақ оны түсініп атқан халық жоқ қой. Америкада қару бар. Америкада ақша бар. Америка деген өз бір айуан ел ғой. Кез келген елдің топалаңын шығарып жіберетін. Соған ықпал жасап, елдің тыныштығын ойлап барып жатсыз. Оны түсініп атқан халық жоқ бірақ. Ықпалыңыз бар әлемдік саясатқа сіздің. Мен мойындаймын. Ал ішкі саясатыңызда дым жоқ қой бізде. Үкімет пен мына депутаттар жұмыс істеп атқан жоқ. Бітісін шығарды ғой мына. Қасым-Жомарт Кемелұлы қаңтар 2 болып кетпесін деп, мына кризистік жағдайдан қалай шығудың жолын, мына келесі ролигім 29-шы жолдауымды қараңызшы. Өтініш сізден. Қадірменді қазақ халқы, бауырларым, сіздерден өтініш. Көшеге шығу, билікке қарсы шығу дәл қазір бізге қажетті дүние емес. Бауырларыңызға айтыңыз, таныстарыңызға айтыңыздар. Қазақ еліне қасірет әкелуі мүмкін. Көк туымызды құлатып алуымыз мүмкін. Сыртқы күштер ешкімді аямайды қазір. Осынша байлықтың үстінде отырған мемлекетпіз. Біздің елді көкпарға жіберуі мүмкін. Сондықтан әзірше мынау менің ұсынысымды қолдауларыңызды сұранамын. Өтініш сіздерден. Айтып көрейік, мына үкімет жұмыс істетейік үкіметті. Келесі роликті қарауларыңызды сұранамын. 29-шы жолдауды. Қымбатшылықты тоқтату мәселесі, жұрттың алдын алу мәселесі және бюджетке нақтылай қаржы тұру мәселесі бойынша ұсыныс пікірлерім бар. Мынау бай қуатты ел болайық. Қасым-Жомарт Кемелұлы, дәл қазір сіздің мынау біздің елді Сингапур елінде ел қылатын, сол елдің басшысы болған Ли Хуан Юдай
аңыз адам болатын мүмкіндігіңіз бар. Алла Құдай сізге осындай мүмкіндік беріп тұр, Қасым-Жомарт Кемелұлы. Жақсы ел болу үшін ұсыныстарым бар. Бірінші қадамын 30 қадам жасау керек болса, бірінші қадамын айтып тұрмын. Ұйғыр державасы деген кітаптың тұтамырымен жойымыз керек. Келесі 29-шы ролигім екінші қадам болып табылады. Жақсы ел болу үшін. Өтініш қараңыздар.